Армысыздар, құрметті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп, қолдап отырыңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Алдан ала рахмет. 6 жастағы бүлдіршін едім. Әкем мен анамның еркесі, ағамның сүйікті қарындасы болдым. Сол күні қаладағы бір туысымыздың тойына бармақ болдық. Әкеміздің ескі Жигулиі жүрісіне ширақ болғанымен, қозғалтқышы анда-санда қыңқылдап қоятын. Ағам үйде қалды. Мен болсам, анашымның құшағында еркелеп жолға шыққанбыз. Көлік ішінде бәрі жайма шуақ. Әкем рөлде, анам терезеден сыртқа қарап отыр. Мен анамның құшағына тығылып, тербеліп келе жатқан көліктің ырғағына елітіп, маужырап кеткенмін. Кенет бәрі астан-кестен болды. Құлағымды шарып жіберердей қорқынышты дыбыс. Темірдің темірге соғылған үнінен жүрегім тоқтап қалғандай. Әкемнің айғайы, анамның шырылдаған үні, жолдың шырқын бұзған жүк көлігі біздің әлсіз Жигулиді жаншытып өткен. Анам мені бауырына қысып, денесімен қалқалап үлгерді. Есімде оның дірілдеген даусы, әлсін-әлсін қайталаған. Балам, жаным, балам, жаным деген сөздері. Бір сәтке бәрі қараңғыланып, айналам тұңғиыққа сіңіп бара жатты. Көзімді ашқанымда жан сақтау бөлімінде едім. Ақ төсек, төбеде ақ шамдар, бәрі тым-тырыс. Тек қолымнан ақырын ғана ұстап, маңдайымнан сүйіп отырған ағамды көрдім. Көздері қызарып кетіпті, жылағаны анық. Ол менің кішкентай алақанымды алақанына алып, үнсіз сүйіп отыр. Мен анам мен әкемді сұрағым келді, бірақ тілімді қимылдатуға шама жоқ. Денем ауыр, көзім қайта жұмылып барады. Бәрі түс секілді еді, бірақ өкінішке қарай бұл өмірдің ең ащы шындығы болатын. Ауруханадан шыққан соң үйіміз бұрынғыдай көрінгенімен ішінен жылылық кеткендей болды. Әке-шешемді сұраған сайын ағам мені алдаусыратып, больницада жатыр деп қоятын. Бірақ үйде әр бейсенбі сайын ақ дастархан жайылып, үлкендер күңіреніп, Құран оқитын. Жүрегім бір нәрсені сезгенімен, бала көңілім сенгім келмеді. Күндер өтсе де менің күтуім бітпеді. Әкем мен анам бір күні үйге кіріп келетіндей, мені құшақтарына басатындай. Бірақ олар жоқ. Ағам үнсіз, тек мені көзінен таса қылмайды. Сол күндердің бірінде көрші қыздармен ойнап жүріп, ұрсып қалдық. Ашумен олардың бірі: «Енді сенің мамаң мен папаң жоқ, олар өліп қалған» деп қалды. Жүрегім дір етті. Сенгім келмеді. Жоқ, жоқ, папам мен мамам мен сияқты больницада жатыр, ертең жазылып келеді. Бірақ олардың бірі тағы да пышақ сұққандай сөз айтты. Сенің мамаң мен папаңды біздің папалар молаға барып көміп келді. Құлағым шулап кетті. Бір сәтке жер айналып бара жатқандай көрінді. Көзім қарауытып, жүрегім тас төбеме шықты. Жоқ, бұл мүмкін емес, бұл өтірік, жоқ, деп шыңғырып жыладым. Үйге қарай жүгірдім. Үйде ағам да, туыстар да бар екен. Жан ұшыра жылап: «Папа менен мама шынымен өлген бе? Гүлжанның папасы оларды жерге көміп келді дейді» деп айқай салдым. Үй ішіндегі ауыр үнсіздік менің ең үлкен қорқынысымды растап бергендей болды. Ағам мені құшақтады. Туыстар жұбатуға тырысты. Мен енді ешқашан анамның жылы құшағына кіре алмайтынымды, әкемнің еркелетіп маңдайымнан сипамайтынын сол сәтте ғана түсіндім. Бірақ бәрібір сенгім келмейді. Әкем мен анамның қара жерде жатқанына
сенгім келмейді. Жетім екеніме сол күннен соң сендім. Жылап-жылап бәріне көндім. Бірақ бәрінен де ағамның қасымда болғанына қуандым. Ағам болмаса нағыз қу жетім болар едім ғой. Байғұс ағам мектептен көп қалып ауыр жұмыс жасап жүрді. Ара-тұра мал бағады. Бір-бірімізге сүйеу болып өмір сүрдік. Мен бой жетіп келемін. Менің оқуға түсуім үшін ағам күні-түні жұмыс істеді. Туыстарымыз да ара-тұра қарайласып тұрады. Қорамызда азды-көпті қой ешкіміз болды. Бір күні түске таман көрші аға жасы 60-қа келген ел ағасы: «Қызым, қорада бір ешкі тұр. Сендердің ешкілерің сияқты. Қарап жіберші. Сендердікі болса алып кет», деді. Ойымда ештеңе жоқ. Әлгі көршінің сөзіне сеніп қорасына кіріп едім. Ешқандай ешкі жоқ. Қайта шығуға бет алғанымда қораның есігі тарс жабылды. Жүрегім зу ете қалды. «Аға, не істеп жатырсыз?» деп айқайлап жібердім. «Қорықпа қызым, тек құмарымды қандыршы, ақша беремін», деді ол жымысқылана. Тізем дірілдеп кетті. Сезімім алдамағанын түсіндім. Арпалыса есікке ұмтылдым. Бірақ әлгі кісі қапсыра құшақтап жолымды бөгеді. «Айғайлама, бірдеңе қылсам кім сенер дейсің? Жетім қыздың сөзіне кім құлақ асады? Жіберіңіз, ағам бар, ол сізді оңдырмайды». Жаным қысыла бастады. Сол сәтте қораның сыртынан көрші апаның даусы саңқ ете қалды. «Қораның ішінде айқайлап жатқан кім?» Іштей жаратқаннан жалбарына сұрап, бар күшіммен айқайладым. «Құтқар, мұндамын! Құтқарыңдар, мұндамын!» Қораның есігі сарт ашылып, әлгі көршінің әйелі кіріп келді. «Бұл не масқара?» Көрші аға шегіншіктеп ақтала бастады. «Бұл қыз өзі келді». Бірақ көрші апа оны тыңдамады. «Айуан, сұмдық-ая!» деп айқайлай берді. Мен жүгіріп үйге қарай кеттім. Есікті іле сап жылай бердім. Ауыл іші лезде гу-гу әңгімеге толды. «Қорада еркекпен ұсталды» деген өсек желдей есіп, әр үйдің босағасына жеткенше неше түрлі бояуы қалың сөздер қосылды. «Шешесінің тәрбиесін көрмеген қыз осылай бұзылады да», деп жасы үлкендер күрсініп, жеңгелер жымыңдап, келіндер көздерін ала қашып жатты. Бұл сөзді кім таратса да жүрегіме пышақтай қадалғанын сездім. Түнде көзіме ұйқы кірмей, жастығым жасқа шалынды. «Иә Алла, мені қор қылған пенденің жазасы өзің бер», деп ішімнен лағнет айтып дұға етумен болдым. Ағам бұл әңгімені естімей қалу мүмкін емес еді. Ақыры бір күні жұмыстан келген соң шай үстінде асықпай сұрады. Даусы байсалды шыққанымен көздерінде бір белгісіз ызаның табы бар еді. «Тек шыныңды айтшы, мен саған сенемін. Сені мен тәрбиелеп келемін. Сенің қандай қыз екеніңді мен ғана білемін». Ағамның тура көзіме қараған жанары жанымды тіліп түскендей болды. Ернім дірілдеп, жанарым жасаурап, әлсіз ғана дауыспен «Аға, мен» деп даусыма ие бола алмай жылап жібердім. Жанарымнан жас моншақтап төгіліп, ішіме сыймай жүрген бар өкінішімді, бар қорқынышымды ақтарып салдым. Көрші қақпас шалдың қалай алдап шақырғанын, ішке кіргенімде есікті жауып алғанын, қалай қашып шыққанымды, бәрін айтып бердім. Ағам үнсіз тыңдады. Бірақ жүзіндегі ашудың ызғары сезіліп тұрды. Ол нан турап отырған пышақты қолына қатты қысып, күрсініп орнынан тұрды да
жалт бұрылып есікке бет алды. «Аға, қойыңызшы, өтінемін!» деп етегіне жармасқам келді. Бірақ оның мығым денесі мен ызаға булыққан жүрегін тоқтатуға қауқарым жетпеді. Ол артына қараған жоқ, тура көрші шалдың үйіне қарай жүгірді. Ағам есікті тарс жауып, қолындағы пышақты тас қып ұстап, көрші шалдың үйіне қарай қарыштай басып бара жатты. Мен орнымнан атып тұрып, артынан жүгіре беріп едім. Жүрегім аузыма тығылып, аяқтарым еріксіз дірілдеп қалды. Көшеміздің қақ ортасымен кетіп бара жатқан ағамды көргендер үрпиіп бір-біріне сыбырлай бастады. Кейбір үлкендер таңдана қарап, бірдеңе айтпақ болып оқталып барып, артынан тоқтап қалды. Бәрі де бір сұмдықтың боларын сезгендей еді. Көрші шалдың қақпасына жеткенде ағам еш ойланбастан жұдырығымен тақта есікті бір-ақ ұрды. «Шық бері, иттің баласы!» деп іштен біреу емес, бүкіл ауыл естісін дегендей айғай салды. Ауладан қартайған әлсіз дауыс естілді. «Не болды, балам? Бұл қан-тарқан болғаның не?» Ағамның көзі қан талап кеткен еді. «Не болды дейсің бе? Қарындасымды қораға кіргізіп, абыройын төкпек болған сен итті өлтіруге келдім». Көрші шал үнсіз қалды. Бірақ жүзіндегі абыржу мен жалтақтаған көзі оның кінәсін айқын білдіріп тұрды. Ағам оның үндемегеннен одан сайын намыс көрді де бар күшімен жағынан бір ұрды. Көрші ағаның еңсесі шайқалып барып жерге құлап түсті. Үйден шыққан көрші кемпірі бажылдап қолындағы орамалмен жерді ұрып жатты. «Өлтірді, өлтірді! Жан шіркін-ай, көршілер, көмектесіңдер!» Бірақ айналадағы жұрттың ешқайсысы араша түскен жоқ. Керісінше кейбіреулер мырс етіп күліп, кейбірі басын шайқап, «Осы кәрейттің бір күні масқарасы шығатынын білгем!» деп күбірлесіп жатты. Ағам пышағын көтеріп еді. Мен бірақ секіріп қолынан шап беріп ұстай алдым. «Аға, қойыңызшы! Қаншер болмай-ақ қойыңызшы! Сен түрмеге түссең, мен бұндай айуандардан кім қорғайды?» деп жылап жалындым. Даусым дірілдеп, тұла бойым қалтырап кетті. Ағам үнсіз тұрып қалды. Біраз уақыт өткен соң барып қана пышақты жерге лақтырып жіберіп, тізерлеп, жерге пышақты қадап, айқайлап, бар ашуын жерден алып жатты. Көрші шал қан жоса бетімен қақпаға сүйеніп, ышқынып дем алып жатты. Ауылдың үлкендері енді келіп, шалды демеп тұрғызды. Бірақ ешкім оған жанашырлық танытып тұрған жоқ еді. Сол күннен кейін әлгі көрші үйден адам аяғы үзілді. Бір аптаға жетпей ол ауылдан көшіп кетті. Ал мен баяғы өзімдей бола алмадым. Адамдардың көз қарасы, пыш-пыш әңгімесі бәрібір өшпеді. Арада уақыт өтті. Мектеп бітіріп оқуға түстім. Ағам мен үшін әке орнына әке, ана орнына ана болды. Оқуымды алаңсыз оқып, ештеңеге мұқтаж болмауым үшін барын салды. Басқа студенттер жатақханада тар бөлмеде тығылысып тұрса, мен жеке пәтерде жайлы өмір сүрдім. Бар ақшасын маған жұмсады. Бір ретте мен шаршадым демеді. Бір ретте өз күніңді өзің көр деп айтпады. Қанша рет өтіндім. Аға, отбасы құрыңыз. Мен де жеңгем болғанын қалаймын. Бақытты болғаныңызды көргім келеді. Бірақ ағам жай ғана жымиып, сенің оқуыңды бітіріп, өмірде өз орныңды тапқаныңды көрмейінше, менің басқа уайымым жоқ дейтін. Менің болашағым үшін өз өмірін құрбан етті. Оқуымды аяқтап, жұмысқа тұрған кезде ағамның маған жасаған жақсылықтарын қайтара
алмайтынымды түсіндім. Бірақ ең болмаса енді оның да өз отбасын құруына көмектесемін деп ойладым. Айлығымды түгелдей ағама беріп, үйленесің деп қасарыстым. Мә аға, енді сенің де бақытты болуың керек, дедім жалынышпен. Бірақ ағам ақшаны алғанымен өзіне бір тиын да жұмсамаған екен. Біраз уақыт өткен соң күлімдеп тұрып, бұл ақша сенің тойыңа деп жинадым. Бақытты болсаң болды, қарындасым, деді. Қатты таң қалдым. Жүрегім шым ете түсті. Басқалардың ағалары әлдеқашан өз отын жағып, өз қамын күйттеп кеткен шығар. Кейбірі ішімдікке салынып, үйін ойран қылған да болар. Бірақ менің ағам, ол бар өмірін маған ғана арнады. Осыны есіме алсам, көзіме еріксіз жас келеді, жүрегім сыздайды. Ол өз өмірін өзіне арнауы керек еді ғой. Бірақ менің ағам үшін ең үлкен бақыт менің бақытты өмір сүруім болды. Мен тұрмыс құрғанда ағам мені ешкімнен кем қылмай, өзі қара шаңырақта жалғыз қалды. Әр жыл сайын туған күнге келіп, ағамды көріп қуанып кетемін. Бірақ қайтар жолда көңілім құлазып, жүрегім мұңға толатын. Аға, үйленші, отбасыңның болғанын қалаймын, дейтінмін. Сонда ағам күлімсіреп, қартайдым ғой. Енді ешкімді бақытты қыла қоймаспын. Сенің бақытты болғаның мен үшін ең үлкен қуаныш, деп жауап беретін. Бәлкім, мені уайымдамасын деді ме екен. Қашан барсам да үй тап-таза, өзі де әрдайым жинақы жүретін. Бірақ сол мінсіз бейненің артында бір сыр барын аңғармаппын. Ағамның жүрегі ауыратынын ешкімге тіс жарып айтпады. Ол менің балаларымды ерекше жақсы көрді. Оларды еркелеткенде даусы әкемнің үніне ұқсап кететін. Өзінің балажан екенін көрсеткісі келетіндей. Бірақ ешқашан өзіне отбасы құру туралы сөз қозғамайтын. Мен болсам, уақыт әлі бар деп ойлап, оны бақытты қылудың амалын іздеуге асықпадым. Күндердің күнінде суық хабар жетті. Ағам ауруханада емделіп жүріп, өмірден озыпты. Бұл хабарды естігенде көз алдым қарауытып, дүнием төңкеріліп кеткендей болды. Барып, соңғы рет маңдайынан сипайда алмадым. Жанымды жегідей жеген өкініш, әттең, ағамның қызығы көп олса ғой. Әттең, артында ұрпағы қалса ғой. Ең болмаса, бір сәбидің әке деп мойнына асылғанын көрсем ғой. Өзімді кінәлі сезінемін. Бәлкім, біреумен таныстырып, күштеп үйлендіргенімде бәрі басқаша болар ма еді. Ағамсыз өткен 2 жыл бойы жүрегімнің бір түкпірінде бітпейтін сағыныш, еш жазылмайтын жара бар. Қазір де қара шаңыраққа барсам, бәрі өз орнында, бірақ үйдің ішінде ағам жоқ. Ол жоқ, бірақ оның иісі бар, оның қолының табы қалған заттары бар. Оның үнін еске салатын естеліктер бар. Оның жасаған жақсылықтарын өмір бойы ұмытпаймын. Тек бір ғана нәрсені білмеймін. Ол шынымен бақытты болды ма, әлде мен оның бақытты болуына кедергі болдым ба?